Алматы облысы Қарасай ауданы Шамалған бекетіндегі жаңа қазақ орта мектебі коммуналдық мемлекеттік мекемесі. Сабақ тақырыбы қазақстандық боксшылар. 6-шы Е сыныбы пән мұғалімі Қарымсақова Анар Тасқынбайқызы. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Бүгін біз белгілі спорт жұлдыздары бөлімін өтеміз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты етістіктің түрлерін, тіркесімдік мүмкіндігін ауызша және жазбаша тілдесім барысында қолдану. Енді балалар, сіздерге сұрақ. Бокс деген сөзді естігенде ойыңа қандай ұғымдар келеді? Бұл спорт түрінің ерекшелігі неде? Әлемдік, қазақстандық боксшылар туралы айтып бере аласың ба? Деген сұрақтарға жауап береміз, балалар. Жарайсыздар, балалар. Енді бүгін біз оқулықты және дәптерді ашамыз. Бүгін дәптермен жұмыс, бүгінгі күн ретін жазамыз. Күн ретін жазып сынып жұмысы және 140-шы беттегі 6-шы тапсырмаға көңіл аударамыз. Қажетті етістіктерді мағынасына қарай сәйкестендіріп, сөйлемді аяқтап жаз. Етіс түрлерін анықта, яғни сіздер етістіктің мағынасына қарай сөйлемді аяқтап жазасыздар және етіс түрлерін анықтайсыздар. Жақсы, балалар, енді келесі тапсырмамызға қараймыз. 7-ші тапсырма. Бұл жерде суреттер берілген. Суретте Ермахан Ибраимов, Серік Сәпиев, Бақтияр Артаев және Бақыт Сәрсекбаев. Қазақстандық боксшылар олимпиада жеңімпаздары тақырыбында таныстырылым жаса. Ойыңды екпін түрлерін қолданып, тұжырымды, сенімді жеткіз. Өз сөзіңде етістіктің мағыналық түрлерін тиімді қолдан. Яғни сіздер берілген тақырып бойынша таныстырылым жасайсыздар, екпін түрлерін қолданып, тұжырымды, сенімді өз ойларыңызды жеткізесіздер. Жақсы, балалар, енді келесі тапсырмамызға көңіл аударайық. Бұл жерде өлең берілген. Өлеңді мәнерлеп оқы. Өзгелік етіс қосымшасы жалғанған етістікті тап. Өлең жолдарында қолданылған басқа етістіктердің де түбірін анықтап, өзгелік етіс қосымшасын жалғап жаз. Спорт, спорт, спорт. Денсаулыққа пайдалы, секірген әрі жүгірген. Жаттықтырған адамды хоккей менен волейбол. Допты теуіп қақпаға, ойнаймыз біз футбол. Шаңғы коньки шанамен, биік таудан асамыз. Бокс пенен күресте, алтын күміс аламыз деген өлең жолдарын өзгелік етіс қосымшасын жалғанған етістікті табасыздар және өзгелік етіс қосымшасын жалғап жазасыздар. Жарайсыздар, балалар, енді біздің бүгін рефлексия. Сізге сабақ барысында көңіл күйіңіз қандай болды, неліктен, бүгін не білдіңіз, сіз үшін не жаңалық болды, сабаққа қатысуыңызды қалай бағалайсыз, сабақта қандай қиындықтар туындады деген сияқты сұрақтарға барлығымыз жауап береміз, кері байланысқа шығамыз. Жақсы, балалар, жауаптарыңызға рахмет. Енді біз бүгінгі өткен сабақ туралы өз ойыңды 2 жұлдыз 1 тілекпен жеткізіңіз деген тапсырманы қазір орындаймыз. Яғни 1 жұлдыз өте жақсы болғаны, 2 жұлдыз осы жері жақсы болды деген сияқты, 1 тілек осы жері жақсартуды қажет етеді деген сияқты өз ойларыңызды, тілектеріңізді жеткізесіздер. Жарайсыздар, балалар, ал ендеше бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Сау, саламатта болыңыздар.